Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Өздеріңізбен біз бірнеше ойларымен бөліскім келіп отыр. Енді осы бейнеролик барысында екі тілде сөйлеп кетемін. Қазақ тілі мен орыс тілін араластырып сөйлеуім мүмкін. Неге десеңіздер, арнайы осы тақырыпта орыс тілінде бір бейнеролик, қазақ тілінде бір бейнеролик шығаруды жөнсіз деп көріп отырмын. Сондықтан да екі тілде де еркін сөйлегендіктен араластырып сөйлеп, өз ойымды сіздерге жеткізуге тырысамын. Қазіргі таңда бүкіл еліміз бар, бүкіл билігіміз бар. Ойбай, жаңа Қазақстан құруға ұмтылып жатырмыз. Және де жаңа Қазақстан қандай болу керек, жаңа Қазақстанның азаматы қандай болу керек деген әбір-жәбір бір процеске бәріміз кірісіп кеттік. Билік органдары бар, президенттен бастап, қоғамдық органдар бар, саяси партиялар бар, қарапайым адамдардың өзі соны талқылап жатыр. Менің ойымша, жаңа Қазақстанның, мына 30 жыл бойы өмір сүрген бұрынғы Қазақстаннан жаңа Қазақстанның бір-ақ айырмашылығы болу керек та. Халықтың жағдайы жақсы болу керек. Және билік халықтың алдында өзінің жауапкершілігін сезініп, халыққа бағыну керек. Міне жаңа Қазақстан осындай болу керек. Бірақ бұл сөзді мағанға дейін де айтылып жатыр көптеген адамдар. Ал енді осы биліктің халық алдындағы жауапкершілігін қалай арттыруға болады? Осы биліктің айтқан сөздеріне нақты жауап беруін қалай қамтамасыз етуге болады деген сұрақ туындайды. Менің ойымша, бұны бірақ нәрсемен істеуге болады. Өкінішке орай, біздің елімізде осы 30 жыл бойы сайланғандарға қарағанда тағайындалғандардың беделі жоғары болды да, солардың асығы алша түсіп тұрды. Сондықтан да, мысалы қарайтын болсақ, облыс әкімі тағайындаған аудан әкімі, ол мына сол ауданның елі якобы сайлаған аудан маслихатының депутаттарына түкіргені бар ма? Ол ұрмайды екен оларды. Мысалы, маслихатқа аудан әкімі, немесе сол аудан әкімі тағайындаған орынбасарлары маслихатқа есеп беруге барған кезде олар ешкімнен қорықпай барады. Керісінше, сол маслихатта отырған депутаттар ана аудан әкіміне, немесе аудан орынбасарына сұрақ қоюға қорқады, қорқақтайды, сескенеді. Тура солай, президент тағайындаған облыс әкімдері облыстың маслихаттарынан қорықпайды. Облыс әкімі, немесе облыс әкімінің орынбасарлары, немесе облыс әкімдігінің әртүрлі басқармаларының басшылары облыс маслихатына барған кезде ешкімді де қорықпайды екен олар. Қай тілде сөйлегісі келеді, сол тілде сөйлейді. Маслихат депутаттарының сұрағына жауап бергісі келсе жауап береді, жауап бергісі келмесе пысқырмайды деген. Тура солай біздің әртүрлі министрлер, әртүрлі ведомстволардың басшылары да Қазақстан Республикасы парламенті, сенат болсын, мәжіліс болсын, соның алдына есеп беруге барған кезде, немесе солар шақырған кезде, олар да ешкімнен қорықпай барады. Өйткені ол министрді, ол ведомствоның да басшысын президент тағайындаған. Олар мына ел, якобы ел сайлаған парламенттің депутаттарынан қорықпайды екен. Сондықтан болар біздің мына қорғаныс министрі, парламенттің депутаты Аманжан Әлтаевтың неге қазақ тілін қорлайсыз, неге қазақ тілінде жауап бермейсіз деген кезде ұнамаса көшіп кет деп айтады. Яғни бұл министрдің, қорғаныс министрінің парламент депутатына қорықпайтындығын көрсетіп тұр. Сондықтан болар біздің министрлер парламентке барған кезде ойына келгенін айтады. Сондықтан болар бізде жалған статистика кеңінен өріс алып кеткен. Көрдіңіздер ме? Сол үшін не істеу керек? Сол үшін. Яғни, ал енді осымна аудандық маслихаттар, облыстық маслихаттар, Қазақстанның парламентінің депутаттары неге сескеніп қалған? Неге олар мына министрлерден, неге мына әкімдерден қорқады дейсіз ғой? Оның бірақ себебі бар. Өйткені бұлардың артында, мысалы сол аудан әкімінің артында оны сайлаған облыс әкімі тұр. Облыс әкімінің артында оны тағайындаған президент тұр. Министрдің артында оны тағайындаған премьер-министр тұр. Премьер-министрдің артында оны тағайындаған президент тұр. Ал мына облыс маслихаты, не район маслихаты, не Қазақстан Республикасы парламенті депутаттарының артында кім тұр? Ешкім тұрған жоқ. Өйткені оларды ешкім сайламаған десек болады. Олар да не тағайындалғанның қатарына жатпайды. Өйткені заң бойынша депутат тағайындау болмайды. Не сайланған болып саналмайды. Өйткені іс жүзінде ел оларға дауыс беріп сайламаған. Сондықтан да осы ситуацияны шешу керек бізге ағайын жаңа Қазақстанда ең бірінші тұрғыда. Мысалы, өздеріңіз көздеріңіз келу. Бұл үшін не істеу керек? Нақты аудан, облыс маслихаттары, Қазақстанның парламент депутаттары мықты болу үшін саяси партиялардың санын көбейту керек. Мысалы, өздеріңіз көздеріңізге елестетіп қараңыздаршы, Қазақстан Республикасының мәжілісінде
Жасаралы Қуаншалин сияқты ағаларымыз отырса, және де немесе Ораз Жандосов сияқты керемет экономисттер отырса, Мұхтар Жакешев сияқты керемет менеджерлер отырса, Ринат Заитов пен Айбек Қалиев сияқты ұлт пен тілдің жанашырлары отырса, қайбір министр кел, және де ол, егер ол сол жаңағы мен жоғарыда атап кеткен азаматтар, олардан басқа мысалына Мұрат Мұхамеджанов сияқты керемет әскери мамандар отырса парламентте, және де олардың ол парламентке отыруын саяси партия ашуға мүмкіншілігін беру арқылы жүзеге асырсақ, олар без проблем сол парламентқа дауыс жинап, халықтың қолдауына ие болып депутат болып кететініне мен ешқандай күмәнданбаймын. Және де елестетіңіз, сондай парламенттің ішінде сондай азаматтар отырса, қайбір министр келіп, оларға дікіңдереді. Сондай, мысалы жаңағы Болат Абилов сияқты керемет бизнесмен, Мұхтар Жакешев, Ринат Заитов, Айбек Қалиев, Жасаралы Қуаншалин сияқты, Сәрсенбаев ағамыз сияқты адамдар отыратындай болса, қандай адам келіп, мысалы жаңа Нұрсейіт Жылқышыбай сияқты журналистеріміз парламентте отыратын болса, ешқандай де министр олардың алдына дікіңдей алмас еді. Өйткені ол адамдардың мінез құлқы басқа. Сіздер ойлап қараңыздар, енді ойлаңыздар. Сондай адамдар отыратындай болса, және де олар, сіздер де білесіздер ғой, ол адамдар халықтың қандай қолдауына ие болғанын. Сол кісілерге партия ашуға мүмкіншілік беріңіздер, сол Санжар Бокаев сияқты адамдарға, сол Нұржан Әлтаев, Мұрат Мұхамеджанов, Ринат Заитов, Жасаралы Қуаншалин ағаларымызға, сол кісілерге партия ашуға мүмкіншілік беріңіздер, сынаңыздар, әділ сайлау тағайындаңыздар, сол кезде көреміз, өте ме олар, өтпей ме. Билік олардан қорықпау керек, өйткені барлық бұл азаматтар елін, жерін ойлайтын азаматтар. Және ертең солар парламентқа келетін болса, ертең сол кісілердің артынан ерген, солардың принциптарын қолдайтын адамдар аудан мәслихатында, облыс мәслихатында отыратын болса, онда мына биліктің өкілдерінің көлденеңінен басып, бюджеттің жаңағы қыруар қаржысын ойына келгенше жұмсап жатқан адамдардың саны мүлдем жоғалады десек болады. Әрбір тиын бюджеттен бөлінген міндетті түрде өзінің көзделген жеріне дөп басып барады. Және де бұл біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да қызметін жеңілдетер еді. Қазіргі таңда бізде ауылға газды жіберу, жол жасау, немесе Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығын атап өту, мерейтойын өткізу, немесе медиктар мен педагогтардың жалақысын көтеру деген барлық нәрсе тек қана президент айтқан кезде ғана жүзеге асады. Айналайындар, жалғыз президент ешқайда үлгермейді. Ауыл шаруашылығын тексеріп жатса, мына жақ салаң қалады, мәдениет саласын тексеріп жатса, экономикаң былай кетеді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да жалғыз президент ешқай жаққа үлгермейді, үлгеру де мүмкін емес физикалық тұрғыдан. Ал бұл президентқа көмекші болатын бірақ орган бар, парламент деген орган ғана бар. Бұл парламентте шынайы халық сайлаған депутаттар отырған кезде, ол депутаттар артында халық тұрғанын сезінген кезде, сол кезде олардың алдына келген жаңа тағайындалған чиновниктар келген кезде есеп беруге, сонда дірілдеп тұрып келеді. Мына шетелдегі сияқты. Шетелде министрлар, премьер-министрлар қалай келеді парламентке? Дірілдеп тұрып келеді. Әрбір сөзін ойланып айтады, әрбір қадамын ойланып басады. Өйткені ертең парламенттік депутаттар сол үшін олардан спрос жасайтынын біледі. Ал бізде спрос жасайтын парламент жоқ, өйткені халық тағайындаған парламент жоқ. Сондықтан да жаңа Қазақстанда ең бірінші еркін түрде саяси партиялардың ашылуына рұқсат беру керек, және оны іс жүзінде жүзеге асыру керек. Және де екінші әділ сайлау өткізу керек. Сонда біздің әділ сайлау арқылы, халықтың қолдауы арқылы билікке келген парламент міндетті түрде бюджетті де жөндейді, бюджеттен де жымқыруды тоқтатады, коррупция да азаяды, чиновниктардың өздерінің айтып жатқан сөздері мен әрекеттеріне жауапкершілігі де артады, халықтың да жағдайы жеңілдетіледі. Және де Тоқаев мырза президентіміздің де жұмысы жеңілдейді. Сондықтан да әділ сайлау керек. Осы әділ сайлауға қатысатын міндетті түрде еркін түрде құрылған саяси партиялар керек. Только так, через честные выборы, в которых будут участвовать огромное количество политических партий, мы придем к улучшению благосостояния нашего народа. Облегчится задача
и работа президента, а также народ почувствует, что чиновники теперь несут перед ними персональную ответственность. В новом Казахстане должны править избранные народом, а не назначенные люди.